Ақтөбедегі қытайлық инвесторлар заңсыз жолмен өз елдерінен жұмысшылар алып келуді тоқтатпай отыр. Көші-қон полициясы басқармасының қызметкерлері тағы да осындай заңсыз мигранттар тобын қолға түсірді. Бұл жолы мұнай қоймасын салу үшін қытайлық инвесторлар өз елдерінен 32 құрылысшы шақыртқан. Оның жетеуі көрсетілген мекенжайда тұрмағандығы анықталды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша әкімшілік іс қозғалып, сотқа жолданды. Құрылысшы мамандар Ақтөбеде де жеткілікті, сондықтан инвесторларға білікті мамандарды шақыртуға ғана рұқсат беріледі. Ебін тапқан жұмыс берушілер қытайлық құрылысшыларды мұнай саласындағы технолог кеңесші мамандар ретінде іскерлік визамен алып келген. Сондай-ақ Ақтөбеде осындай заңсыз мигранттарды жұмысқа тартқан Исфантон жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол қарамағындағы жұмыс істеп жатқан 8 қытайлық маманды жасыру үшін ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлеріне $5000 көлемінде пара ұсынған. Қытайлық азамат жазасын Ақтөбе түрмесінде өтейтін болады.